Курьер жігіт қарт кісіге сөмкесін көтерсуге көмектесемін деп, кейін бір қыздың өліміне қатысты басты күдіктіге айналды. Сотта ол қанша жерден жазықсыз екенін айтып жалынса да, прокурор сараптама қорытындысын ұсынып, мәйіттен табылған биологиялық іздер оның кінәсін дәлелдейтінін мәлімдейді. Өзін қаншер деп айттағандарына шыдай алмаған жігіт әбден күйзеліп, ақыры өзінің адам өлтірмегенін айтып, зар еңіреп жылады. Ол неріккен аяқасты қылмыскер болып шықты. Мұның артында қандай құпия жатыр? Тед Джун еңбекқор жігіт болатын әрі бағбандықпен әуестенетін. Өсімдіктерге деген қызығушылығының арқасында ол оларды күтіп баптаудың нағыз маманына айналған еді. Дәл осы әуестігі оны сүйкімді қызбен таныстырды. Екеуі бірге гүл дүкенін ашуды жоспарлайды. Ақша жинау үшін Тед Джун одан сайын көп жұмыс істеп, тамақ жеткізумен айналыса бастады. Алайда сол күнгі оқиға оның бүкіл өмірін тас-талқан етеді. Алдымен Тед Джун баспалдақпен асығып түсіп келе жатып, күннің астында күйіп тұрған гүлді байқап қалды. Жаны ашып гүлді көлеңкеге ысырып қойды да, иесіне өсімдікті дұрыс күту жөнінде кеңес жазылған қағаз қалдырады. Кейін кезекті тапсырысын жеткізіп болған соң, қолына чемодан ұстап көшеде келе жатқан кәрі әйелді кездестірді. Әйелдің өтініші бойынша Тед Джун оның чемоданын жолдың жоғары жағына қарай сүйреп апаруға көмектеседі. Сол кеште ол аяқ астынан бір ұялы телефон тауып алды. Телефонның иесі жігіттен оны қайтарып беруін өтініп, сыйақы ретінде 300 000 вон беретінін айтады. Қаржылай сыйақыны естіген Тед Джун қолындағы қоқысын тастай сала, мотоциклмен белгіленген жерге қарай асықты. Бірақ келгенде ол жердің жай ғана көпір астындағы туннель екенін көреді. Бақытына қарай телефонның иесі оған қоңырау шалып, құрылғыны арнайы жәшікке салып кетуін айтты. Тед Джун телефонды жәшікке қалдырып, оның ішінен уәде етілген 300 000 вон сыйақын алды. Басында ол мұны жай ғана кездейсоқ болған сәттілік деп ойлайды. Бірақ келесі күні күтпеген жерден полиция Тед Джунның әлі ашылмаған гүл дүкеніне басып кіріп, оны тұтқындап алып кетті. Курьер жігіттің адам өлтіргені туралы жаңалық елді дүрліктіреді. Журналистер полиция бөлімінің алдына жиналып, Тед Джун ол қызды не үшін өлтірді деген сұраққа жауап талап етуде. Ал Тед Джун болса, не болып жатқанын түсінбей мензеңкейде. Ол ешкімді өлтірмегенін айтып шырпыр болады. Бірақ полиция өкілдері жеткілікті дәлелдер бар екенін айтып, оның сөзіне сенбеді. Көп ұзамай сот отырысы басталады. Қорғаушы тарап айғақтар тізбегіне сүйене отырып, айыпталушының қылмыс жасауға мүмкіндігі болмағанын алға тартты. Мұның бәрі ақталуға жақсы мүмкіндік сияқты көрінгенімен, прокурордың қарсы уәждері бұл үміттің тас-талқанын шығарады.